Сас вақалары ақта тариф етмеге азырмын. Студияда мен Султания Истакаева çalışам. Хайырлы ақшамлар. Сынапсыз вакцинация Қырымда Русия шыламасына Америка Қошма Штатларының ватандашы яптырды. Дистант кечміште қалды Қырым студенттері әлі оқу юртларының одаларына қайттылар. Ватан Седасы радиосының сесі рубрикамызда радио алып барыжы Нәйле Решетова қында икее етеміз. Қырымда адлиежелер ташылмаған мал-мүлк саасында имтиязлы категория гражданларына ве нифаққа суаллері чезілівінде бедава адлиеви ярдым көстерівіні девам етежеклер. Бұл ақта Қырым везірлер шурасы топлашуында Жүмхуриетіміздің адлие везірі Олег Шаповалов хабер етті. Қырым елбасшысы бұл теші бүске қол тұтты. Біз Қырым сакинлерінің талапларында бедава ярдым етмек керекміз. Егер бірде-бір ерде адлие эпсі суаллерде ярдым етіп олмаса, меселені қошма чезмек керек. Мұндан ғайры Қырым елбасшысы шер орман зоналарыны ве Ахмеджет кірішіні тәртіпке кетірмеге талап етті. Қырым Жүмхуриетінің эпсі шерлерінде, шер орманларында тертіп олмасыны талап етем. Шер орманлары бұратлық ерлері олмалы. Геже кірмеге қорқан ердегіл. Шурасының рейсі Владимир Константинов білдірді ки ярымаданын кой ерлешмелерінде инфраструктур вейч симайлейхалар әмелге кечіруліва девам еті. Кечкен сене девамында Ички районында 400 миллион рублелік 144 объект әмелге кечірілді. Сейітлі районында есе 490 миллион рублелік 149 объект, Вяқшейх районында 108 объект. Бізім esas мақсадымыз деңішмелер әрбір көйге етіп бармасы, ве Қырым арзусы әрбір Қырым сакені үшін керчеклешмесідір. Сергей Аксенов Қырым Жүмхуриеті коллегиясының кенніш топлашуында иштирак етті, оқайт етті ки ярымадада территориясында өз башынча алып барылған құружилық саасында ішіні да яқшыжа алып бармақ керек. Бұндан да ғайры шақси құружилық ен оғрашқанлары тішкірмек керек. Айры алда Қырымның Женеби ялысында Қырым елбасшысы емде қайдетті ки құружилық үшін девлет хадимлері месулиетлілер. Чөнки олар бұл құружилықның көрмелер яда көрмемезлікке уралар. Құружилықларда шер құрылышы нормалары вебергі тайынленуі ноқтайы назарындан ревизия кечірмек керек. Хусусан Қырымның Женеби ялы бойында. Бұл Русия Федерациясы Генераль прокуратурасының тешкерувіне қол тұтмаға рижа етім. Квартираларының сайыплеріне веташылмаған мүлкиет базарында бірде-бір шей сатын алған адамларға зарар кетірмеген етіміз жоқ. Вебунен бірге тергізлеріні төлемек керек. ФСБ хадимлері Қырым ве Татарстанда террористлер фаалиетіне малия айырған Русия гражданлары группасыны яқаладылар. 2015-2019 сенелері деваранды параларыны ичтемайы ағларда хайрии іші оларақ топланылды ве соныра Русияда ясақ етілгені халқара террористік тешкілятының арбейджелеріне кечірілейді. Бұл ақта ФСБ жемаат бағлары мерkezінде хабер еттілер. Тыңтөвлер деваранды бақ васталары белгісаяр техникасы магнит малюмат ашыйжылары тапылды ве чекіп алынды. Яғанақларından сайысы белгіленді, террористік фаалиетке ярдым көстерілігі маддесі бойынша жинайы иш açıldı. Яқаланғанларға 20 елғачы азатлықтан марум етіле білелер. Рус вакцинациясы кезлевде Америка Қошма Штатларының ватандашларына COVID-19 ашыламасыны яптылар. О Қырымда ашылама яптырған бірінші четел адамы олды. Бұл еш насыл кечкен аққында Гүзел Мамбетова тариф ете. Ячыларға аллергияңыз бар ма? Yok, hiçbir şey yok. Брюс Бевен Америка Қошма Штатларының ватандашы. Озыны ве яқынларыны ковидтен қорчаламақ үшін ашылама яптырмаға қарар алды. Бұл яқшы шей олса керек. Мен ковидтен ашылама яптырмаға қарар алдым. Менің яшым да бойле олғаны үшін. Брюс Бевенның өмір арқадашы Татьяна Смекалова оңа бір ішті қол тұта. Олар Қырымда танышылдылар ве 10 елдан берлі бераберлікте яшайлар. Базы вақыт Данияда ве Санкт-Петербургта яшадылар. Бұндан ғайры Брюс Бевен ярым ел Америка Қошма Штатларына туғған Вирджиния штатында болуна. Татьяна озу ашыламаны тап февральның башында яптырған еді. Біз қасевет етмедік. Зеланцет адлы илми мечмуада мақале пейда олды. Анда бізім вакцинамызны мақтайлар. О четілдекінден қалышмай шақсен мен Русия тебетіне ишанмаға алыштым. Брюсо мақалені оқыды, бұндан сон она да Азияда ишанды. Ветті кайкемнен субет еткен сон санчы япыла. Алыңыз насыл? Пек яқшы, бұл пек қолай еді. Çok sağ olыңыз.
Кезлевде Каракоджа енді бір елдан зияда яшайлар. Татьяна археолог оларақ çalışа. Брюс ярымадада яшамақны пек бегені. Амма туфған еріні чағына ве якын вақытта Америкаға yol алмаға істей. Бу ерде менің қадыным çalışması үшін ажайып археология кабиделер бар. Пек яқшы ер. Брюс Беван Қырымда ашылама яптырған бірінші четел адамы олды. Оның сағлығыны екімлер көзетежеклер. Соңра есе екінші ашыламаға давет етежеклер. Гүзел Мамбетова ве Виталий Голубев. Миллет үшін Кезлев. Жүрчі райондaki уч көйінің 70 сакені қият көйіндегі амбулаторияда коронавирус вакцинациясының екінші қысмыны яптырдылар. Оларының эксериеті 50 яшны кечкен ерлі сакенлер. Хасталар ашыламаларының насыл кечіргенлері ақында бізімлев қамыз. Бұл сізге вакцинацияға, екінші компонентке келіп ашылама япа білесіз. Терапевт бақуындан сон емин адымларынан ве юзунде тебесюмнен 63 яшлы Ирина Бойко текрар вакцинацияға ашыға. Тарифы теке, бірінші ашыламадан сон алы яқшы еді. Бүгінде әрше ерінде өзіну яқшы дуя. Не было ничего. Бір шей yok еді. Не sıcağım oldu, қолым не қызарды, не қашынды. Әр шей яқшы еді. Бүгін Жүрчі районында ерлі әяліге план бойынша текрар вакцинация япыла. Бірінші кере уч көйнің 70 сакені январның 26 күні ашылама яптырдылар. Бұл қият, Снегиревка ве Кутюке көйлері олды. Вакцинаны істеген кіші яптыра біле. Бұның үшін тек евелден ясылмақ керек. Бұл ақымның эксериеті бұл 50 яштан büyüklerdir. И они, кстати, очень хорошо. Ве олар все сырасы пек яқшы кечерелер. Егер бірді-бір кімсенің субфибриль sıcağı ве алы біраз бозылса, бұл 50 яшқа етмегенлер ола. Бұйықчы адамлар есе яқшы. Ве олар бір-біріне малюматны еткізелер. Мен беллесем, бізім көйімізде 60-80% адамлар кележекте ашылама яптырар. Вакцинация стандарт шекілде япыла. Анкета толдырыла, терапевт екім евелден бақа вемеслият бере. Пульс ве қан басымы өлченіле. Егер адамның алы ярамай олса, яда ашылама япмақ үшін бірді-бір қаршы аллар тапылса, екім процедураны тоқтата. Бу онкология хасталықлары, аллергиялар, sıcak көтерілуі, өксірік, тыма болса, бу вақыт ашылама япмаға ясақ. Біз хастаға медотвод толдырамыз. Келечек вакцинацияға енді 50 адам yazıldı, o Mart ayında keçecek. Bugün COVID-19'dan aşılama emde komşu Orcak Jabuk köyünde 10 ocağa yapıldı. Umumen Cumhuriyette koronavirustan vakcinatsiyaga 27,5 binden ziyade adam koşuldu. Ayşe Şulakova, Sivile Memetova, Alim Seydaliyev, Millet için Жүрчі районы. Студенттер университет рәлелері өгіне қайта отыралар. Али оқув юртларда эпидемияға қаршы сынырлануларының қысымы ләғу етілі. Кешкен сененің көз айларындан берлі дәрслер дистанцион форматта кечеді. Кемер оқув мүйселерді дистанцион шекілді тек лекциялар кечеді, амели ишесе аудиторияларда алып барылайды. Студенттер евелкі яшайышқа қайтмаға азырлармы? Бұақта Дауд Чахаловның левхасы. Итак, на прошлом занятии мы с вами изучали механизмы иммунного ответа. 5 күнлік оқу, алышықлы паралар, әмді виртуаль дегіл, реаль курсдашлар. Бұл күнні ноябрь айындан бірінші курс студенті Мерзие Берберова бекледі. О тибиджи олачақ, әмшіре іші бойынша тасилала. Мерзиенің фікірінше әвелке оқу тарзына қайту студенттерге тек мұзбет тесір етер. Мен чоқ мемнун олдым. Біз күндізлік оқуға кене келдік. Ве мен бойле оқуда чоқ шейлер анлайым. Ве біз достарымызмен дәрісте отырғанда hocamız бізге бір шейлер айтса, біз епсіні анлайық. Ве бізде дистанцион шекілде олғанда, наз айтайым, біз анлайдық, ама ойле анламадық нас күндізлік дәрісте олғанда. Hoca Екатерина Малинина пайлаша ки студенттердің yüzlerini bilgisayar ekranlarından değil de аудитория içinde көрмек хош келе. Кечкен дәрісте біз сізнен иммун жавап механизмлеріні огренген едік. Мен белесем, күндізлік оқуға қайтуға еркес қувана, чүнки тамам бөйле тасил алу шекілі студенттеріні білгісаяр оғынды ажжа вақыт кечірмеге, чоқча очаларнен ве яждашларнен қонушмаға мечбур еті. Келечекте тыш әкімі олачақ Мебине Сейдаметова ортопедия стоматология бөлігінде оқуй, Мебине Эмин. Күндізлік оқуған студентлер малюматны семерелі менімсей ве ұсталығыны юкселте біле. Мен пек кубандым, чүнки бу іште керек чок ішлемее қоларны. Ве hocanın ярдым сөзу чок бу іште керек. Мен пек сағындым менім достарымны ве біз оқымышта бір-біріні көреміз, конушамыз ве бір-бірімізден ярдым етеміз.
Ожаларның фикренче, олачак тибежилер үшін күндізлік тәсіл алу айрыча мөһимдір. Эким олмақ үшін әмелият керек. Бүгінгі күнде студентлер харышық шекілде тәсіл алалар. Лекциялар онлайн тарзда, миливи лаборатория ішлерісе оқув мөсеселерінің одаларында кечірілі. Студентлер әвелке оқувға қайтуыны сабырсызлықнен беклейлер. София Шукурова, Дауд Чахалов, Арсен Фокала, Миллет үшін. Қырым акимиеті кечкен сене ноябрьде вефат еткен жемаат палатасының рейсі Григорий Иоффенің хатырасына журналистика салсында региональ мүкефатны тессіз етмеге планлаштыралар. Қырым парламентінің рейсі Владимир Константиновның фікіріне көре бұл мойын вақия олajak ве хатырымызда тек тәжірибелі сияси әрбап оларақ дегілді, емде профессионал журналист оларақ қалajak. Афганистан женкінің сайфелерім Ахмеджетте Қырым татар медени тарихи асабалық музейінде көрішув кечті. Тәдбір Совет ордулары Афганистандан чықырылуына бағышланды. Өз хатырлавлары еле олар мектеп тәлебелерінен пайлаштылар. Мевзуна Наджия Исаева девам ете. Был переводчиком. Афган тілінден тәржіме еттім. Тәжікленмеңіз. Өзбекстанда доғдым, остым. Біз бұл тіллерні өзбек, қырғыз, тәжік тіллерні біледік. Бүгін Қырым татар музейінде юрекке урған икейлер сеслендіріле. Якуб Ислямов яшларға өз хатырлавлары ақта тариф ете. Қан токүлген женг ақында оның iştirakçileri икей етелер. Афганистанға 18 яшында түштім. Айдавчы механик, тәржіман, аскер. Это не очень хорошая картина. Сен достыңның олысыны көргенде, бұл пек яқшы манзара дегіл. Бұл кинода дүлбер көріне. Анда адам яралана, оны бағлайлар ве о кене жентлешмеге кете. Граната, автомат ве пулемет атычысы. Якуб Ислямовнен бераберлікте Мемет Рейзовда қызмет етті. Бір шерде яшаған егетлер уруш мейданда таныш олдылар. Арби савдашлар женктен сонда сабық дост олып қалдылар. Бұйық әмелият кечірілген еді. 84-ші сене мартның бірінде біз Пантшер вадисіне кірген едік. Бізге қаршы 3000 аскер атеш açты. Олар арби әрекетлеріні алып бармаға огретілген еділер. Böyle canlı konuşu formatı muzeyde ел keçirilе. Biz yıl başka mekteplерine davet etemiz. Bu sene de bu 16. mektep ve elbette biz Kırım Tatar Müzeyi olarak öz vatandaşlarımızı böyle davet etemiz. 32 yıl geçti ama veteranlar şeyini hatırlaylar ve yaş nesilini çeşit meselelerini tek barışık yolnen çözmege çağıralar. 10 yıl devam etken cenk hakkında bugün bu insanların kokuslarında asılı medalyer ve mükafatlar tarif ete. Ama onlar mükafat için değil de arbi borcunu eda etmek maksadının cenkке kettiler. Самое главное это... En esası bu cenkte seni evde beklegenleri akta hatırlamak edi. Büyük gayıplar ve binlerce kazalanған tağdır. Afganistan 15.000 Sovet askerini alıp ketті. Olar hakkında hatıra yaşay. Naджия Исаева, Саид Велиляев, Millet için. Janko rayonunun memuriyeti yol başçısının muavini Andrey Sidorenko avuz 40 koyunda sakinler kapital tamirat için төлевлер kağıtlarının ne sebepten elde etkenlerini anlattı. Bu çok katlı ev kazayı değil de eski sayılganına bağlı. Andrey Sidorenko ayrıca kaydetti ki meskenin sahipleri hem öz kvartiralarının hem de umumi mülkiyetinin tamiratı için mesuliyetliler. Bu evde idare edici şirket saylanmadı ve evni nasıl şekilde idare etmekni seçmediler ve kapital kuruculuk fondu tasdiqlagani gibi bir kapik tölev alınmadı. Bu evni müddetten evvelki tamirat programmasına koşmak mümkün edi. Ama bunun için anda kapital kuruculuk fonduna para tölenmek gerek. Bu evde ise para tölevi olmadı ve evni tamirlemek gerek degen yekün çıkarıldı. Hatırlatamız, Janko rayonun avuz 40 koyundaki ev hakkında Levha Millet telekanalında fevralın 11 günü çıktı. Çok katlı binada dam, su akıza, divarlarda çatlaklar. Evnin sakinleri işandırılganlarına göre ev tap 2016 senesi kazayı tanılgan edi. Onun için onlar kapital tamirat paralarını төлемейлер. Birkaç yıl devamında aman 400.000 rublelik borç toplandı. Evnin kapital tamiratı 2040 senege planlaştırıldı. Tızılep koru yürüş atuf silahsını kullanıp yangıncı ekipировкасını temelden bilip ve birinci tibbi yardım beruvi. Fevkalade vaziyetler vezirliginin bir kadeti bularını bilmek gerek. Bugün Ahmedjet Akademik Gimnaziyasında okugan kadetler endi birkaç yıldan son MЧС hadimleri olup adamlarının canlarını kurtara bilecekler. Adetten tış talebelerinin kundelik yaşayışın nasıl geçken hakkında bizim levhamız.
Турыныз тізіліңіз азыр олыңыз. МЧС кадетінің сабасы бойле башлана. Звод командиры отряды азыр олғаны ақта рапорт бермек керек. Дарья Спекторов 6-й кадет сыныфында оқой. Бойле сыныф олғаны ақта 2 ел евелісі білді ве бірден кадет олмаға қарар алды. Для того, чтобы Взвод командиры олмақ үшін сыныфта интизам олмалы ве яқшы оқымақ керек. Біздің сыныфымыз пек муаббет ве егер бір кімсенің бір белаға оғраса, біріміз ярдымға келмеге азырмыз. Кадетлерінің фікірлеріне көре ату фазырлығы ең мерақлы фенлерінден бірі. Мұнда ақықы автомат макетінен çalışмақ, магазины патронларынан толдырмақ ве лазер түфектен атмақ мүмкін. Нишанға тоқынса, нәтиже білгісаяр экранында ақсылына. Мұнда балалар атуының епсі инжеліклеріні огрене білелер. Балларнен идманларны едек подполковнигі Сергей Варвара алып бара. Ожалықнен оғрашқан онларжы ел девамында бір талебенен тіл тапты. После окончания они получают сертификаты. Оқу бітірген сон, олар кадет сыныфында оқуғанлары ақта сертификатлар әлде етелер. Қырым сила структураларында Мудафа везірлігіне айт бір sıra оқув муэссеселер бар. Кадет сыныфта тасил алынғаны ақта сертификат қошма бал бере. Авто кадетлерінің дәрслеріне февхуляде вазиетлер везірлігінің хадимлері келелер. Олар куртарыcılar чешіт алларда құланған алетлеріні нумайыш етелер. Затем мы проверяем маску на герметичность. Мы подносим ее к лицу. Кадетлерге бірінші тебе ярдым насыл көстерілмесі ақта тариф етелер. Бұндан сон есе балалар яны мевзуны насыл анлағанларыны тешкерелер. Башында лекция дерсіні кечіреміз, sonra амелият. Бір істеген кіші өзіні сынап бақа. Бірісі қошула, өзіні аппаратта сынап бақа. Башқасы арби киімлеріні кие. Амма балаларға шей мерақлы. Олар яны шейні сынайлар. Кадет сыныфына башланғыч сыныфларны бітірген сон кірмек мүмкін. Мектеп реберлігі қайдеткені кібі бөле сыныфлар тізілгенде кадетлерінің ана бабалары бұйық ісе қоштылар. Оларының чоқысы февхуляде вазиетлер везірлігінің хадимлерідір. Конечно, не все кадеты. Әлбетте, эпысы кадетлер келечеклеріні арби зенатнен яда хуртарыжы зенатынен бағламайлар. Амма олар мектепте алған білгелер ве кадет тәрбиелевінівде тәсілінде ярарлықлар. Әлбет, олар үшін зенатлар сечіревінде бұйық рөл ойнар. Шымды Ахметшит академик гимназиясында 4 кадет сыныфы бар. Бұл 13-ке яқын талебе. Олар эпсы февхуляде вазиетлер везірлігінің темелі векележігідір. Айша Шулакова, Эдем Садиков, Саид Лиляев, Милет Ичун. Сабалары хайыр бұл сөзлеріні күн саба тек туғанлардан дәгілді милли телеканалының хадимлерінден де ешітмек мүмкін. Таныш олыңыз бізім ананеве рубрикамыздан Айлер Ешітова ве радио алема. Саба саат 7-ден башлап позитив олмақ. Өз діңлейджілерінің юрегіні Ватан Сидасы радиосының алып баражысын насыл ала, бұнын Аджией Саева біле. Бұл ханым yolda olған vatandaşlarımızға ve yolcularga pozitiv duygularını bağışlay. Binlerce adamlarını yukudan uyata. Dinleyicilerinin selamlarını ve hayırlavlarını seslendire ve sımarış etilgen yerlerini tapıp koya. Айлер Ешітова Vatan Sidası radyosunun seslerinden biridir. Onun sesi ve kulunçu bütün yarımadamızını uyandıra. Kun sabah saat 7'den 10'gaca canlı yayında ikinci alıp barıcının beraberlikte. Kıyın gelmekte. Öyle de aytalar ama öyle gelmiyor. Sen razısın mı? Yok. Bu zenatta 3 yıldan beri birincelik öğrenildi. Efirge hazırlana, akşamdan haberlerini ve avariyaretini öğreni. Çoğusu radyo dinleyiciler radyonu sabahdan tamam böyle maksadının koşalar. Kırım'ın garbında Кезлерде Ахметшитте күн devamında bulutlu havalar beklenili. Sabadan ufak yağmurun yağması beklenili. Canlı yayın bu radyo alı barajısının zenatında en yüksek derecedir dep paylaşa bizne naylen. Erkim buna öz yolunun hazırlana ama en esası yaxşı keyif ve improvizatsiyadır. Çünkü radyo zenatdaşlarımız bizden televizyon xadimlerden fark ederek imkanları tarca, tek ses ve intonatsiya. Bu işin en esası elbette improvizasiya. Yani sen hazır olgan metni okusan dinleyiciler onu hissedecekler. Yani bu candan gönülden değil. Yani sen candan aytmağa gereksin. Nayli öz tecrübesinden biliyor ki tır bilgileri ve hazır cevaplığı yardım etiyor. Çünkü canlı efirde çeşitli sürprizler, beklenilmegen allar ve hatta force majorlar olabiliyor. Böyle vakit doğru yol tapıp bu vaziyetten çıkmak gerek. Dinleyiciler telefon açarlar, bazıları tamam efirde
рус тілінде лaf етіп олалар, сен бұл шейні шақаға чевермеге керексің. Базы вақытлары айталар ки, мен мына Ленураға телефон ачтым, сіз кімсіңіз? Біз Ватан Седасы радиомыз, селям алейкум біледі, казыслар олмақта. Эфирде о сесні Найле іштен соң білешті. Оның ерлары музыкал чартларына юқары сатырларында ерлеше. Сіз yanlış eşitmediniz, onun ерлары. Атта muellif yeri бар. Vatan Sedasını dinleyenlerin sayısı kun-күнден арта. Yayınlaf toxtamay kun 24 saat radyo dalgalarında ve tek bir şey birleştire. Tuğan tilimiz ve muzikamiz. Vatan Sedasını kahvehanelerde eşitkende ya da maşinalarda eşitkende, takside misal için men pek gururlanam, çünkü men aytam, men mында işleyim dep aytmağa isteyim, kışırmağa isteyim. Oz ilk Vatan eli ule programmasına tecrübeli alıp barıcılarının beraberlikte çalıştı. Bu vakit radyo işinin inceliklerini öğrendi. Şimdi Nayle playlist degen cedvelini ezberden bile. Bu ise binlerce yer kerek vaktinde sımarış etilgenini tapıp koya. Onlardan yangi sözlerini öğreniydim. Nasıl alıp barmak gerek, o sesini nasıl ifade etmek, mikrofonla dostlaşmak da gerek. Şunun için elbette sağ olsun bizim zenadaşlarımız bana pek yardımcı oldular ve мен де мына яңы хадимлерімізге yardımcı olamын. 4 yıllığı arifesinde Vatan Sedası radyosu yanı stüdyadan yayınlap başladı. Bu ise efir yayınlamından gayrı canlı efirge çıkmak imkanlarıdır. Denişmeler bu yanı iş yerleri zemanevi dizayn, onaytlık, ses temizliği ve süratı. Diyancı sonbaharda ne bomboş sokaklarda. Hoş sesli Emin Alıbarıcı. Endi tuğanları alçak gönüllü kızını tanımaylar. Ama Nayle ozu aytkanı gibi bu profesyonel alışkanlık. Ses koterili efir başlana. Ve alçak gönüllü zenadaşım öz keyfini çetke çekip sabah radyo şovunun tendürist ve hayat sever Alıbarıcısına çevrili. Ahmejit'e alışkan 99 ve 5 dalgamızda milli musafirçenligimizni göstergen radyo. Bütün Kırım'dan koşulgan musafirlerinin samimi sübetler, meraklı rubrikalar, viktorinalar ve çalgıcı laf yayında canlı muzika. Biz Nayle ve onun komandasına dalgada ve bağda olmağa tileyimiz. Naciye Isayeva, Hasan İbragimov, Aziz Nimetulayev, Millet için. Бүгінге bu eposu haberleri Millet telekanalından ayrılmanız. Hayırlı akşamlar.